Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Көптеген өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін үй жағдайында панкейк жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, осындай жұмсақ болып шығады. 2 жұмыртқамызға аламыз да қантымызды салып әбден жақсылап араластыратын боламыз. Осылай араластырып аламыз. Өте дәмді болып шығады, қыздар. Жасап көріңіздер. Тура осы рецептпен жасасаңыздар, өте жұмсақ болып шығады. Араластырып болғаннан кейін үстіне сүтімізді құямыз. Сүттеріңіз желательно комнатный температурада болсын. Сүтімізді құйып тоже араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне разрыхителімізді, дәміне қарай ванилин салсаңыздар да болады. Мен разрыхителді, ванилинді салдым. Разрыхитель бір кішкентай қасықпен полный қасық салсаңыздар болады, чайный ложкамен. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз. Бұл жерде қыздар менде 3 үлкен қасықтан сұйық май 3 үлкен қасық қостым. Тоже жақсылап араластырамыз. Кез келген май қоса берсеңіздер болады, қыздар. Алдын ала отқа тапамызды қыздырып аламыз. Осылай әдемілеп құйып шығатын боламыз. Міне бірінші құйғаннан кейін беті осындай воздушный болып шығады. Одан кейін барып аударатын боламыз. Міне осындай әдемі болып шығады. Демде піседі, қыздар. Осылай екі жағын аударып алғаннан кейін чайға ішсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Болмаса үйлеріңізде фруктымен де болса, неше түрлілермен берсеңіздер болады. Менде холодильникте не бар, соны қойдым. Баршаңызға ас болсын. Менің рецептімен жасап көріңіздер. YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.